Менде бұрын соңды болмаған контент. Миллионер әпшемнің өз кафесі қандай екен? Давайте көрейік. Менница кафесі Шымкент қаласында орналасқан. Лабо-буымды да тамақтандырайын дедім. Кафенің іші мына ыстық күнде салқын және өте атмосферный екен. Кіреберісте осындай сүйкімді фотозона бар. Ақ қоян маған қатты ұнап қалды. Әкетіп қалайын ба? Тамаққа келсек, домашний салқын компот алдым. Сырный куриный рамен. Түрі не деген аппетитный. Пицца 4 сезон, 4 түрлі начинкамен. Вау, мына тамақтың көрінісі ерекше екен. Горшочекте қой қабырғалары қамырмен қапталған. Қайсынан бастаймыз? Әрине ыстық күнде мұздай компоттан. Раменнің дәмін көрейік. Лапшасында сөз жоқ. Жұмыртқада жақсы үйлескен және тауық еті бар. Мұздай компот ішіп аламыз, енді пиццаның дәмін көрейік. Әрине бірінші колбасасы бар жағын көрдім. Жақсы. Куриный жағын көрейік. Вау, басқаша дәмді екен. Енді маған қызық болып тұрған ерекше тамақтың дәмін көрейін. Қамырды осылай кесесіз деп айтты. Іші осындай, иісі деген мұрынды жарып тұр ғой. Бірінші қамырды, кейін қойдың қабырғасын жедім. Вау, қойдың еті жұмсақ, бұлжырап болып піскен. Енді екінің бірі бұлай жасай алмайды негізі. Кафе Бауыржан Момышұлы 6-да орналасқан, Әуезов университетіне жақын. Сыртында керемет лейтингі де бар. Ал осындай обзорлар көп болсын ба? Видео ұнаған болса, Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мақұл?